Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің есімім Капанов Нұржан Нұрмұхаметұлы, мен тарих сабағының мұғалімі боламын. Бүгінгі сабақта біз тарих дегеніміз не деген сұраққа жауап іздейміз. Тарих дегеніміз адамзаттың өткен өмірін зерттейтін ғылым. Халықсыз тарих жоқ, тарихсыз халық жоқ деп бекер айтылмаған. Тарих пен шежіре ұлтжанды азаматтарды тәрбиелеп өсіреді. Орта ғасырлардағы ұлы ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби айтқандай, тарихсыз өткенді, қазіргі жағдайды білу, болашақты болжау қиын. Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр Әл-Фараби 870 жылы бүгінде Отырар аталатын Арыс өзенінің сырғақ барып құятын сағасында Фараб қаласында дүниеге келген. Тарих сөзі көне араб тілінен аударғанда уақытты анықтау деген мағынаны берсе, кейін оқиғалар тізбегі дегенді білдірді. Тарих деген сөзді алғаш рет атақты грек ғалымы Геродот өз еңбегінде қолданған. Геродот, тарих атасы, біздің заманымыздан бұрын 484-425 жылдар арасында өмір сүрген. Ол көрген, естіген, оқыған материалдарын жинақтап, артынан тарих атты үлкен еңбек жазған. Балалар, тарихи деректер дегеніміз не? Ол бізге не үшін керек? Тарихи деректер тарихи процесті айқындайтын және адамзат қоғамының өткенін зерттеуге мүмкіндік беретін барлық объектілер, материалдық мәдениеттер, жазба ескерткіштер, басқа да тұрмыстық заттар тарихи деректер бола алады. Тарихи деректер негізі үшке бөлінеді. Олар археологиялық, жазба және этнологиялық. Енді осы деректерге жеке-жеке тоқталып кетейік. Балалар, археологиялық деректер дегеніміз басты зерттеу объектісі алғашқы қауым мен ерте ғасырдан қалған материалдық ескерткіштер. Олар еңбек құралдар, қару-жарақ түрлері, тұрмыстық заттар, зираттар мен обалар. Сонымен бірге түрлі қоныстардан, керуен сарайлар мен әскери бекіністерден табылған басқа да заттарды айтамыз. Мысалы, Есік қорғанында археологиялық зерттеу арқылы алтын адам ескерткіші табылды. Ал енді балалар, жазбаша деректер дегеніміз не? Оларға не жатады? Оларға патшалар мен әкімдердің заңдары, мемлекеттік және сауда құжаттары, жылнамашылардың әр заманда өмір сүрген тарихшылардың жазбалары, әр түрлі әдеби шығармалар жатады. Этнография, яғни этнология, халықтар туралы ғылым. Ол халықты зерттеу, халық тану, дүниежүзі халықтарының өмір тұрмысы, салт санасы, шығу тегі, тағы да басқа көптеген өмірлік мәселелерді зерттейді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Біз бүгін жалпы тарих ұғымымен таныстық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.